Бүгін халықаралық ескерткіштер күні екен. Құдайға шүкір, мынау біздің қасиетті жеріміз, Көкшетауымыз қан көрген, қазірет көрген ел ғой. Неше түрлі соған тарихи ескерткіш қалған жәдігерлер бар, орындар бар, соғыстардың тұрған жері бар, өмір сүрген жері бар. Осы жерде жұмыс істеп олар ел үшін, халық үшін қанша еңбек еткен, сондай олардың атақтары бар, қалған аңыздар бар. Халық бірінен соң ауыздан ауызға бері айтып кеткен солардың еңбектері үшін. Мынау әсіресе мынау қазір айтайын деген мынау біздің Еркін Әуелбеков туралы. Біз ол кісінің қарамағында жұмыс істедік, тәрбиесін көрдік ол кісінің. Ол кісінің қандай кісі екенін табақтас болдық бірнеше жолы. Сондықтан ол кісімен өте бүкіл ел жақсы көреді, бүкіл Қазақстан жақсы көреді. Бір туар азамат еді. Ел үшін осы қаншама біздің Көкшетауға қаншама еңбек сіңірді. Әсіресе осы менің есімнен кетпейтін, біз ол кісі келген кезде институтты жаңа бітіріп, жұмыс істеп, қызмет істеп жүрген кезімізде осы қазақ жігіттерін, қазақ азаматтарын тәрбиелеуге, өсіруге көп еңбек сіңірді ол кісі. Әсіресе келгенде мінекей бірнеше аудандар болды қазақ елдерінен, қазақ ауылдарынан совхоздар құрылды. Солардың бастықтары қазақ жігіттерін қойды. Бірақ мысал, ол кісі келгенде біздің облыста 16 ауданда бірінші хатшы екі қазақ болатын. Қалғандары басқұлт, Теленаға келген, Нәрженге келген басқұлттар болатын. Сол кісі келгенде ең бірінші конференцияда, сол жылы партийный конференцияда бірінші хатшылардың қақ жартысын қазақ қылды. Олар сосын оларға не берген, бізге сол тәрбие жасап, жастарды тәрбиелеңдер, өсіріңдер деп команда берген шығар деймін. Біз содан кейін осы жұмыс істеп, арман қара жалғыз мен емес, барлық азаматтар, қазақ жігіттері өсуіне көп көңіл бөлінді. Қаншама арманға дамытты, қаншама осындай көшелер салынды, ғимараттар салынды, заводтар салынды, фабрикалар салынды, стадион салынды, аэропорт салынды, вокзал салынды. Қандай бәрін айту қиын, бірақ еңбегі өте жақсы. Ол кісі содан кейін Торғай облысында да, Қызылорда облысында еңбек сіңірген, олар осы аңыз қылып айтады осы күнге шейін. Сондай мінекей басқа да бізде қалада қаланың маңайында ескерткіштер бар, хандарға қалған ескерткіш бар. Анау Науан Қазіреттің басын бе көтерілді. Мінекей соған мінекей соларды еске алып, маңайын тазалап жүргендеріңіз көп рахмет. Мына волонтерлар, студенттер жүр екен, сіздерге көп рахмет. Білу керек бұл кісілерді қандай еңбегі бар екен. Бұл кісілер ұтылымға тиіс емес. Алла жақсылық болсын. Мына біздің қазір Ерекеңе ескерткіш қойғаннан кейін басқа қонақтар келсе, ең бірінші еске осы Ерекеңнің басына келіп тағзым етеді, гүл шоғын қояды. Міне соның өзі бізге қуаныш. Алла сол амандық қойып жастарға қоймасын. Жастар өткен тарихты ұмытпасын. Тарихсыз келешек болмайды, тарихты білмесе. Сол өткен елдерді, тарихтарды өткен кісілерге тағзым етіп, солар көмектесіп отырса, еске алып отырса, сол жақсы болар еді.